Қайырлы күн, қымбатты оқырмандар. Сіздермен бірге мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Бүгін өте маңызды тақырыптардың бірімен бөліскім келіп отыр. Ол баланың тісі шығып жатқан кездегі симптомдар мен ОРВИ-дің айырмашылығы. Яғни көп ата-аналарда сұрақ болады: баламда тіс шығып жатқаннан ауырып жатыр ма, жөтел содан ба, жоқ бұған қандай да бір грипп па, бұл не деп сұрап жатады. Сондықтан ата-аналар үшін кішкене пайдалы болсын деген ниетпен осы видео түсіріліп отыр. Бірінші айта кететін нәрсе, балада тіс 2 ай мен 12 айдың арасында шығады, алғашқы тістері. Егер де 1 жаста балаңыздың тісі енді шығып жатса, ол нормальный процесс. Екінші айта кететін нәрсе, бұл тістің шығуы негізінен балада жүктілік кезінде анасының организмінде уже деснаның астында тіс негізі қалыптасып тұрады. Кейін уақыт өте келе, бала туылғаннан кейін организм дайын болғанда тіс шыға бастайды. Қандай белгілері болады? Бірінші, баланың аузында сілекей көп бөліне бастайды. Екінші, балада ызыңдап, раздраженный, жылай беретін, ашуланшақтық, түнгі ұйқысыздық белгілері болады. Үшіншісі, балада күніне 3-4 рет іш өтуі болуы мүмкін. Төртіншіден, балада температура көтерілуі мүмкін. Температура 37-38 градусқа дейін ғана көтеріледі. Кейін тағы айтатын нәрсе, балада аздаған жөтел болуы мүмкін. Оның себебі көп сілекейдің бөлінуіне байланысты. Тамақта раздражение қылады да, бала оны жөтеліп сыртқа шығармақшы болады. Енді ОРВИ-дің кезінде қандай симптомдар болады? Екеуін ажырату үшін айта кетейін. Баланың температурасы егерде 48 сағат бойы, яғни 2 күн бойы регулярно 6 сағат сайын, 4 сағат сайын температура көтеріле беріп, баланың жағдайы нашарласа, мұрны бітсе, көзінен жас аурап, жас аға берсе, жөтел айқын болса, мокрота болса, және үлкен дәретке, яғни іш өту күніне 5-6 реттен жоғары болатын болса, міндетті түрде балаңызды педиатрға қаратуыңыз керек. Себебі бұл уже инфекциялық аурулардың белгісі. Егер де тіс шығып жатқан болса, анасы балаға қандай көмек көрсете алады? Осындай сұраққа келетін болсақ, біріншіден, анасы ешқандай ашуланбау керек, раздражение болмау керек, себебі оның барлығы баласына беріледі. Яғни балада одан сайын мына симптомдар күшеюі мүмкін. Сондықтан ең бірінші анасы сабырлы болу керек. Екінші айтатын нәрсе, баланың температурасы көтерілсе, 38 градусқа дейін көтерілсе, парацетамол немесе ибуфен беруімізге болады. Баланың тістегіштері болады ғой, ойыншықтары, тістеуге арналған именно. Соларды холодильникке салып қойыңыз. Мұздағаннан кейін оны балаға берсеңіз, десналарда ауырсыну сезімін тудырады, яғни ауырсынуды басады. Одан кейін вибуркол деген свеча бар, именно тіс шығып жатқан кезде қолдануға болады, балаларға салатын. Осыны салуға болады. Және ВОЗ бойынша ең үлкен ескертілетін нәрсе, құрамында лидокаины бар, новокаины бар, түрлі анестетиктерді балаға тіс шығып жатқан кезде қолдануға болмайды. Неге десеңіз, балада кейін ауыр асқынуларға алып келуі мүмкін, тіпті бала жұтына алмай, афонияға дейін алып келуі мүмкін. Сондықтан да кез келген нәрсені балаға қолданатын кезде міндетті түрде алдымен балаңызға педиатр осмотр жасатыңыз. Екінші айтатыным, педиатр берген лечениені ғана қолданыңыз. Өзіңізден ем қолданбаңыз. Ең бастысы, тіс шығу кезінде балаңызға кішкене шыдамдылық танытсаңыз, 1-2 күнде тістің жарып шығуына көмектесесіз. Кейбір балаларда тіс шығу кезінде десна не только ісініп қояды, сонымен қатар қанауы мүмкін. Осындай тіс шығу процесстері жүретін кезең болады. Сондықтан да егерде балаңызда тіс шығып жатқан болса, барлығы жеңіл өтсін деймін. Сау болыңыздар. Егер сұрақ болатын болса, комментарий қалдырыңыздар.